Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын үрметлі серджілер, Юақырым телеканалында хаберлер жанлы айында мен оның алыбырыжысы Муслим Умеров. Келіңіз хаберлерімізге етчейік. Русия тарафындан запт етілген гемелер Украинаның қыта қысымына қайтарылды. Ақсыз апсыз етілген Қырым татарларға қол тұтув мақсадынен дуа кечірілді. Қырым татарларының конгресі анги мәселелер музакире етілді. Украин Никополь Бердянск катерлері ве яны қапу буксері Украинаның қыта қысымына доғыры елға чықты. Оларыны Титан иле Гайдамаки буксерлерінен Сапфир адлы қыдырув құртарув гемесі озғарамақта бұл мәліматны Украина арби Денис Хуветлерінің спикері Олег Чалық таздықлады. Бұлар былтыр битараф қара Денис суларда Русия запт еткен гемелердір. Русия тышышлері назерлігінің гемелерінің қайтаралжығына дайыр берген мәліматына есасланған хабер Киев вақтына көре саат 13-ке яқын келді. Русия халқара Денис сақларыны бозып, зарарыны тезмен етмек керек. Бұ ақта Суспильниге Украина тышышлері назерлігінің спикері Екатерина Зеленко айтты. Гемелерінің қайтаралығаныларына бақмадан махкеме ішлері девам етмекте. Гаагада ноябрьның 21 ве 22-сінде уч Украин гемелері бойынша иммунитет бұзылығынен бағлы махкеме отыршылары кечежектір. Зеленко қайдеткеніне көре халқара махкеменің қарарларына көре Москва заптылген катер ве буксерін бірден қайтармақ керек еді. Лякин бұны бір бұчық сәне кечкенден сон епті. Ми будемо вимагати, щоб арбітражний трибунал визнав. Біз арбитраж трибуналындан Русия бірлешкен милеттет ішкілетін діні зақы бойынша халқара конвенцияны бозғанына танысын деп талап етежекміз. Елерде Русиядан алған гемелер тәфсилатлы жетешкерележек, о вақыт гемелер не алда қатырылғаны белі олғажақ. Анда сіля қоланылғанына дайыр делілер бар мы, жоқ мы, весехалар алынған алынмағаныны огренежекміз. Бұл иш элементлері делілеріміздің базасына кережек, ве біз тазминат талапыты білежекміз. Русия Украин гемелерінен бәрабер анда бұлынған денизжелеріні кечкенсіне ноябрьның 25-інде тұтып алды. Бұ ақта невбеті келев қамызда икея етілі. 2018 сенасы ноябрьның 25-і. Русия арбилері Бердянск Никополь күчік бронь етілген катері веяны қапу рейд буксеріне қаршы атеш ача. Олар Одессадан Мариупольге кетейді. 24 гемеджиден учу ярарлана. Азат түрівінден сон Денисжи Денис Гриценко бұл кечув илгдегіледі ве Русияның бұндан хабері бар еді деп айтты. Кележек көне Русия президентінің матбуат кетебі Дмитрий Песков тұтылған украинларға қаршы жинай иш açылғаны ақында айтты. Олар сынырны қанусыз кесіп кечкенде қабатланды. Уч геме Русия суларына кірген ве Русия сынықжыларына жауап бермейміш. Шу көне НАТО баш кетебі Йенс Столтенберг Русиядан гемеджілеріні азат етмеге чақырды. Украин шәйлерінде Русия елшіханелері янында наразылық акциялары өткерілді. Ноябрьден 27-сі ве 28-інде Ижғачақ мечет макемесі Украин гемеджілерге 2 айлық апыз мудеті тейінледі. Бір хач күнден соң олар Московаға avuştырылды. 21 гемеджі Лефортовада учуйся матроска тишинада дұтулайды. Олардың әпсі өзіні арби эсир деп таныды. Невбетеке махкеме отырушывы Московада январин 15-інде хапалы шекілде өткерілді. Гемеджілерге қол тұтмақ үшін Украинадан ақрабалары да келді. 24 гемеджи махкемеде шартлы хатмеге рейді тейлер, тек осядлары ве арби ротбелеріні білдірелер. Махкемеге гемеджилер 4 киши оларақ кетіреле, ве апрель айына қадар тевкефлері девам еттіреле. Бар дейсе мудетлері июльгеже, сонра октябрь айына қадар девам етіле. Русия бірлешкен девлеттер тешкілетін діні сақы бойынша трибуналының қарарыны ерене кетірмей, она бинайын арби есерлерін азат тіліп гемелердің де Украинаға кері қайтырылмасы талап етіле. Сентябрьның 7-сінде 24 Украин арби гемеджісі Денишов чертевесінде иліне керек қайта. Авали манында оларны ақрабалары келіп қаршылай. Азат түлівінден сон арбилер қызмет етмеге азырылғаны ақында айталар. Русия дейсе оларға қаршы жина еш қапатылмады. Евгения Пекунова, Сергей Швец, Елена Близнякова, хаберлер ЮА Қырым.
Уйдырылған Хизбут Тахрир іші алушталы группасының иштиракчылары Эльдар Кантемиров ве Руслан Месутов февраль айнажы апысты қалажақлар бойле қарарыны ижғал етілген Қырымның юқары махкеме чықарды. Бұл уақытта Қырым хаберлеріне адвокат Айдар Азаматов хабер етті. Процесс проходил в закрытом режиме. Имайымыз алтындаки шахышлар bu iş siyasi olğanını ve Kırım'da yaşap, özü dinini kutmek, din ve fikir serbestliğinden gayrı hiçbir şey yapmagan Müslümanlara karşı bir sımarış olğanını ayttılar. İkisi de bu meselede tek Ceneva 4. konvensiyasını kullanmak mümkün de ayttılar ve ona göre Rusya'da Cinayi Kodekske binaen onlarını takip etmek yasak edildi. Шуны хатырлатам ки Эльдар Кантемиров ве Руслан Месутов Русия ве ижғал етілген Қырымда сақланған Хизбут Тахрир тәшкілаты иштирак етуде қабатлана, олар июнь айының 10-ында евлерінде өткерілген тинтувден сон тевқиф етілді. Ижғал етілген Қырымның юқары Шума, яғни Верхняя Кутузовка көйіне уйдырылған Хизбут Тахрир іші Ялта группасы ұқусыз шекілде апыс етілген фигурантлары еле айлелеріне қол тұтмақ үшін адамлар келді. Ярамаданың фарқлы шерлерінден келгенлер дуа кечірді, тәфсіретлі желевхамызда сейретіңіз. Сегодня около 250 человек собралось. Bugün 250'ye yakın insan dua okumak, Allah'tan hapishanede tutulgan vatandaşımızga hamallık soramak için Aluşta yanındaki Kutuzovka'da toplandı. Onlar da Kırımlılardan toplangan büyük bir grup olarak 700 kilometre uzaklıktaki Rostov-na-Donu mahkemesi oturuşlarına barıp gelgen ediler. Aşhadu an la ilahe illallah. Хочу сказать своему народу. Халқыма ислам қануларына көре біз Аллахның құллары олғанымыз ве бізім не инсан, не айванны жазаламаға аққымыз олмағанны хатırlatмақ істейм. Біз барышық елінен ичбір шейді қабатлы олмағанымызны избатлайжақмыз. Сегодня очень много собралось людей, джемат приехал. Bugün pek çok insan toplandı. Hiç kimse pervasızlık göstermedi. Vatandaşlarımızga kol tutmak için bütün Kırım'dan insanlar geldi. Мы молились за то, чтобы наши сыновья Evlatlarımız Sizuda da kolay yaşasın ve yakın vakitlarda azat olunup anaları, apayları ve babalarını kucaklasın deyip dua ettik. Я многих не знала, обвиняемых, да. Қабатланғанларының çoğusunu tanımayım ama onların aileleriyle tanışıp tabiatını anladım. Onların hepsi Ost regionunda tek komşuları ve soy sopları değil, bütün cemaat tarafından da hürmet edilen insanlardır. В любом случае, конечно, то, что они являются террористами, это абсолютно исключено. Herhalde onlar terörist olganları uydurmadır. Niçin? Çünkü biz bu insanlarını bilemiz. Onlar etrafımızda yaşay, hadi insanlar gibi çalışa, aileleri için para kazanaydı. Her birinin öz horantası ve bağları var. Bunun için onlar hiçbir şeyde kabahatli değil. Бүтін дүния Қырым Татар Конгресінің топлашуы Киевде 2020 сенесі август айында кечecek. Бұл қарар Жұма ертесі күні Конгресінің ижра комитеті топлашуында қабыл етілді. Бұл уақытта тапсиратлыжа Руслан Халаповның левхасында еке етілі. Forum bizde yeterli. O sebepten ben Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetinin açılışını ilan ettim. İcra heyet oturuşunun açık kısmı 2 saat devam etti. Skype vasıtasıyla oturuşuğa Amerika Koşma Ştatları Kırım Tatarlar Asosiyasyası'nın reisi Ayla Bakkalı da koşuldu. Bundan gayrı Türkiye, Polonya ve Litvanya'dan kelgen temsilciler de nutukka çıktı. Misal için beraberlikte grantlar hazırlayımız, leyhalar yazmağa planlaştıramız, plan etemiz ve bu leyhalarını bir tapşırıp grantlar kazanıp beraberlikte projeler yapacağız. Ya da Kırım evinden, Kiev'deki Kırım evinden biz çeşitli türlü malumatlar alalım. Şu malumatlarını lehçege tercüme edip Polonya vatandaşları arasında tarkatamız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulu birçok parlamentoyla, birçok ülkeyle kurulu biliyorsunuz dostluk grupları var. Ukrayna dostluk grubu da var aynı şekilde. Sizler de zannedersem zaman zaman üyelikte bulundunuz buna. Şu anda Kırım Tatar Milli Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bir dostluk
grubu kurulması yönünde girişimlerde bulunmak üzere bir fikir ortaya atıldı. Bu bizim cephemizden, yani bizim siyasi görüşümüz cephesinden atıldı. Toplantıyı biz Es-Sabat'la başladık. Bütün burada temsil edilen ülkelerin temsilcileri işte kendi ülkelerinde yapılan bütün çalışmalarını anlattılar, seslendirdiler. Bu Es-Sabat'ın etrafında şimdi müzakere olacak. Anladığıma göre insanlarımız tek yapkanlarımıza değil de yapılmaganımıza dikkat çekecekler. Bizler çeşitli türlü sosyal projeleri haber olarak şimdi dinlemeye karar aldık. Misal için milletimizin içinde bu 1000 ev meselesi çok laflar gitti. Dünya Kırım Tatar Kongresi icra heyetinin azası Ervin İbragimov için oturuşunda boş yer kaldırıldı. O 2016 senesi Mayıs ayında esir edildi. Umumin toplaşığına 20 yakın kongres vekilleri geldi. Onlar arasında Polonya, Litva, Romanya ve Türkiye diasporu vekilleri. Açık oturuşundan son icra komitetinin azaları kapalı toplantıya geçtiler. Ruslan Halapov, Andrei Hrustalov, haberler Yoa Kırım. Программамыз sonuna yetті. Yarın Rus ve Ukrayn tilindeki haberlerimizni kaçırmаңыз ve Facebook'taki yanılıklarımızны takip etmege unutmаңыз. Sağlıkla kalыңыз.